иесі белгісіз гәп бұл анықлық мейілдің үшінші бет формасында келеді. Яғни бұл қазіргі мәхәл, келер мәхәл, өткен мәхәл формасында келеді. Үшінші бетте келеді. Яғни алдыңғы неде айтқанымдай, сөйлеуші бар, тыңлаушы бар. Сөйлеуші һәм тыңлаушыдан басқа адам бар, баянланып жатқан уақытта. Демек бұл басқа адам, үшінші беттегі адам болғаны үшін бұл иесі белгісіз гәп делінеді. Бұған мысалларменен келтіретұғын болса, Шылымбет келді де адамларды бөлістірді. Бұл жерде қоспа гәп бұл адамларды бөлістірді дегенде кім бөлістірді? Ол бөлістірді. Екінші неде жайгаптегі Шылымбет келді деген бірінші жайгап, ол екі бас ағзалы жайгаптың екі бас ағзалы жайгап болып тұр. Яғни екіншісі адамларды бөлістірді дегенде ол бөлістірді. Бұл жерде басылаушы жоқ. Үшінші беттің қосымтасы арқалы келіп тұрды. Яғни үшінші беттің қосымтасы ол дегенді біздер бет арқалы біліп тұрпыз. Һәм бұл иесі белгісіз гәп болады екен. Және мысал арқалы көрсек, менің шегім Базарбай менен түсті. Нем түсті? Шегім түсті. Кімменен түсті? Баянлауыш. Нем түсті? Шегім менен. Бұл екі бас ағзалы гәп, менің шегім деген. Екі бас ағзалы гәп. Бұған мен онша қуанбайман. Кім? Мен қуанбайман. Бұл екі бас ағзалы гәп. Себебі Базарбай тірсеклеу. Базарбай не? Тірсеклеу. Ол да екі бас ағзалы гәп. Ол ерегісуді жақсы көреді. Не қылады? Жақсы көреді. Бұл да екі бас ағзалы гәп. Қалесең сенің менен де төбелесуден қайтпайды. Кім? Ол қайтпайды. Бұл жерде ол басылаушы жоқ. Қайтпайды. Үшінші беттің қосымтасы келіп тұрыпты. Һәм бұл иесі белгісіз гәп болып тұрыпты. Шылымбетті де онша жақтырмайды. Не қылмайды? Жақтырмайды. Кім? Ол. Жақтырмайды. Үшінші беттің қосымтасы болып тұрды. Кім? Ол. Демек, бұл да иесі белгісіз гәп. Себебі үшінші беттің қосымтасында тұрды. Һәм бұның басылаушы жоқ. Иесі белгісіз гәпте гәп иеге қаратылмайды. Баянлауыштың иесі хақында гәп кетіп жатырған жоқ. Бұл жерде гәп іс әрекетке қаратылған болады. Гәп диққатты іс әрекетке қаратылған болғаны үшін бұл жерде гәп ие хақында емес. Һәм де бұл үшінші бетте келеді. Иесі белгісіз гәплер солай келеді. Иесі ұлымаласқан гәплер.